Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай сырок дайындайтын боламыз. Бар жоғы бізге керегі творог, шоколад, май және қант ұнтағы. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Білесіздер, менің каналымда өте оңай, жылдам және дәмді тағамдардың рецепттері өте көп. Бізге бірінші 800 грамм осындай магазиннің творогын алдым. Жақсылап блендермен еземіз. Осы ортада майды микроволновкаға жібітіп құйдым және қант ұнтағын жартысын салып блендермен осылай езіп алдым. Және тағы да қалған жартысын қант ұнтақтың салып, жақсылап біркелкі масса шыққанша еземіз. Әркім өзінің қалауынша көлемін үлкейтіп, азайтып пайдаланса болады. Міне осындай масса шықты, және осы массаны крем сығатын осындай пакетикке орналастырамыз. Бұл пакетикке салғанда да жақсылап нығыздаймыз. Қазір біз сыққан кезде ортасында ашық ауа қалып кетпеу керек. Жақсылап нығыздап, осылай пакетиктің бас жағын өзіңіздің қалауыңызша осылай кесіп аласыз үлкендігін. Бұдан да үлкен, кішірек қылып кессеңіздер де болады. Осылай морозильникке қатырғанға ыңғайлы ыдысқа салып отырып, сығып пышақтың көмегімен кестім. Пышақпен кескен өте ыңғайлы және біркелкі болып кесіледі. Морозильникке салып қоямыз. Бір сағаттың көлемінде және сыртындағы шоколадын дайындаймыз. Осындай Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Водяной баняға қою үшін осылай кружкаға барлық шоколадты саламыз да водяной баняға салып ертіп аламыз және май құямыз, сұйық май құямыз. Сұйықтығы осындай болуы керек. Міне жаңағы қатырылған творогтарға осылай шпажканы тығып және еріген шоколадты осындай кішкентай стаканчикке құйып батырдым. Шамалы қатқанша осылай бокалға қойып тұрғызып қоямыз. Екіншісінде солай жасадым. Үшіншісін уже бұрынғы еріген бокалдағы шоколадқа батырып жасай бердім. Өте оңай және жылдам жасалады. Осылай барлығын батырып шамалы холодильникке 5 минутқа қойып аласыздар. Өте жұмсақ, сырты қытырлақ, тәп-тәтті сыроктарымыз дайын. Балаларыңызға осылай жасап беріңіздер. Балаларыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.